Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы жылқы шаруашылығының маңызы және оның негізгі тұқымдарына тоқталатын боламыз. Жалпы жылқы шаруашылығы бұл бізде қазақ елінде, әсіресе қазақ даласында азық-түліктік ет пен сүт өндірумен қатар өнеркәсіпте өзіндік өнімдері тері, қыл, ауыл шаруашылығы жұмыстарына күш көлік ретінде және жылқы қанынан әртүрлі емдік вакцина, қан сарысуы, гамма-глобулин, сонымен қатар қой мен сиырлардың төлділігін арттыратын арнайы буаз бие қанының сарысуын дайындайды. Яғни Қазақстанда жылқы шаруашылығы бұл асыл тұқымды жылқы өсіру, ет өндіру, сүт өндіру, сонымен қатар спортта пайдалану бағыттарында кең қолданыс табуда. Жалпы жылқыны кез келген шаруашылықтың күнделікті қажетін өтеу үшін оны салт мінуге де болады, немесе жүк тасуға да болады, жұмыстарды атқаруға көп пайдасын тигізіп отырады. Асыл тұқымды жылқы өсірумен қазіргі таңда жылқы зауыттарымен қатар жеке азаматтар мен жеке шаруашылықтар да айналысып жүр. Қазақстан жағдайында жалпы табиғи жайылым отын мейлінше толық пайдалануға негізделген ет өндіру, сүт өндіру бағытындағы жылқы шаруашылығын дамыту мүмкіншілігі өте үлкен. Жалпы осы ретте жекелеген аймақтардың табиғи жақсы бейімделген етті сүтті бағытындағы көшім, мұғалжар атты жаңа жылқы тұқымдары мен қазақы жылқының таза етті бағытындағы жабы атты жаңа түрі қазіргі таңда шығарылып отыр. Соңғы кезде жылқы саны Қазақстанда қызығушылығына байланысты одан алынатын өнімнің, етінің, сүтінің көп сұранысқа ие болуына байланысты Қазақстандағы жылқы шаруашылығы қайтадан жаңғырып келе жатыр. Жалпы жылқы шаруашылығына келетін болсақ, оның негізінен бірнеше тұқымдарын қарастыруға болады. Ақалтеке, мұғалжар, доон жылқысы деген секілді әр тұқымның өзіндік атаулары бар. Мысалы, ақалтеке тұқымына келетін болсақ, суретте ақалтеке жылқысының көрінісі берілген. Бұл әр кезеңнің кез келген ұлттың өз алдына мысалы сүйікті бір жылқы тұқымдары болған ертеректе, бірақ олардың бәрі бірдей уақыт сынын көтере алмай, көбісі жер бетінен жоғалып кеткен жылқылар да бар. Алайда бізде ақалтеке тұқымына өзгеше қазіргі таңға дейін қалу жағдайлары орын алуына байланысты бұл жылқы тұқымы түрікмен халқының қазынасы ретінде табылып келеді. Тіпті бұл ең ежелгі жылқы тұқымдастарының қатарына жатқыза аламыз. Себебі шамамен біздің ғасырымызға дейінгі 3-4 ғасырларда осы ақалтеке тұқымдары пайда болған екен. Ақалтеке жылқылары өзіндік шапшаңдығымен көп көзге түседі. 1935 жылдары түрікмен салтаттылары Ашхабад пен Мәскеу арасындағы 4300 километрді осы ақалтеке жүріп өткен. Яғни бар жоғы 84 күнде желіп отырып, ең қиыл өткел саналған Қарақұмды бұл ақалтеке жылқысы басып өткен екен. Сондықтан бұл ақалтеке тұқымын біз жүйрік тұқымдылардың қатарына жатқызамыз. Келесі тұқым бізде Қарабайыр жылқы тұқымы. Бұл орталық Азиядағы ежелгі тұқым болып табылады. Отаны Өзбекстан. Әдебиет зерттеулерінің айтуы бойынша, жалпы Өзбекстан бұл кездері даван арғымақтарымен алыс шалғайларға танымал болған екен. Қарабайыр сөзінің мағынасына келетін болсақ, қолда туып өскен деген мағынаны білдіруіне байланысты тұқымның атауы солай берілген. Ал екінші кейбір пікірлерге сүйенетін болсақ, жүк артылатын көлік, немесе үшінші біреуі Қарабайыр, яғни араб жылқыларының буданы деп болжам жасаған екен. Қарабайыр жылқыларының болмыс бітімі өзгеше, бас бөлігі төмен орналасқан, және де қысқа мойынды өзіне тән, сонымен қатар өнегелі жылқылар қатарынан екен. Яғни арбаға жегуге таптырмас көлік ретінде саналған. Келесі жылқы тұқымы бізде таза қанды салт атты тұқым.
Яғни бұл тұқымның жылқылары жүйріктік тұрғысында ешкімге дес бермей, көбінесе шапшаңдығымен көзге түседі. Сол үшін де бұл тұқымның жылқылары алтыннан да қымбат деп жылқыға құмар кісілер солай ат берген екен. Аталған тұқым көбінесе 17 ғасырда Англияда пайда болған екен. Басқа да тұқымдардың пайда болуына осы таза қанды тұқымдары ықпал жасаған. Германияда Тракенен, Мекленбург, Ганновер, ал Венгрияда Фуриузо немесе Нониус, ал ақшта Салт атты, Польшада Поляк, КСРОда Қостанай тұқымдары пайда болған таза қан тұқымнан. Салт атты тұқымның бойлары ұзын келген, өздеріне тән күштері жоғары болған, және өте қуатты сезімтал жануарлардың қатарында екен. Кей кезде ерекшеліктері бұлардың еркеліктері де байқалып жатады жануарлардың арасында. Көбінесе Қазақстанның, Грузияның, Өзбекстанның ат зауыттарынан бұрынғы кезеңдерде, КСРО кезеңдерінде табылып тұрған екен. Келесі бізде жылқы тұқымы бұл Дон жылқысы. Яғни Дон деп аталу себебі Дон өзенінің жанындағы аудан орталығында пайда болған. Жалпы бастау тарихы осы маңға 15-16 ғасырларда казактардың қоныс аударуынан басталады. Қазақ шаруалары Россияның оңтүстік бөлігін қорғайтын болғандықтан салт атты тұқымға зәру болған. Сондықтан соғыс алаңындағы шешуші жеңіске аттың да қатысы барын казактар жақсы біліп, осы Дон жылқысын қолға үйрете бастаған. Дон тұқымы өте қатаң ережелерге құлақ асып, олар жаздың аптап ыстығында да, қыстың қатты аязында да төзімділік көрсете алған. Яғни азықтану жағынан да қолайсыздық ешқандай алып келмеуіне байланысты қолға ұстауға өте ыңғайлы жылқылардың тұқымы. Келесі бізде тұқым бұл буденный тұқымы деп аталады. Яғни кеңестік мамандардың арқасында 1921-48 жылы Ростов облысында дүниеге келген жылқы тұқымы. Яғни сол кездерде жетекшілік еткен маршалы буденный деп аталатын маршалдың атымен тұқымның аты пайда болған. Дон жылқысы мен салт жүрісті жылқылармен будандастырудың арқасында тұқым бірден көзге түсіп, осы еңбек үшін буденный бастаған ең бірінші атты әскерлер құрмет ордендерімен марапатталған екен. Аталған тұқым кез келген қашықтыққа жақсы жағы жүруімен көрсеткіштерге жеткен екен. Олар өзіне тән ұзын денелі, омыраулы, сүйекті, шапшаң болып келеді. Және де төзімділігінде ешқандай шек болмаған. 1946 жылы жалпы Сальск Ростовтан Донға дейінгі қашықтықты 18 сағат 25 минутта өткен екен. Яғни бұның шапшаңдығы жағынан ерекше деп айтуымызға болады. Келесі тұқым бізде еліміздің негізгі тұқымдарының бірі қазақ тұқымы. Яғни ашық аспанда, кез келген температурада көнбістік көрсете алатын, суығына да ыстығына төзетін негізгі тұқым. Әрі ешқандай шөпті талғамай, кез келген шөпті жей береді, және қазақ жылқылары сүт беру өнімділігі жағынан жақсы көзге түседі. Қазақ жылқысы жалпы бірнеше түрге бөлінеді. Соның ішінде адай жылқысы, бізде көп аты таныс адай жылқысы. Бұл түркменнің Тәке Мәужіт деп аталған арғымағымен будандасқанын дәлелдеп, нәтижесінде қазақ тұқымы пайда болған екен. Бүгінгі сабағымыз жылқы шаруашылығының маңызы және оның негізгі тұқымдарымен танысып өттік. Кері байланыс жасап, ат салысып отырыңыздар. Сау болыңыздар.